Ұйқы безі ішкі секреция және эндокриндік бездердің жұмыстарын біріктіріп атқарады. Ол ішекке құйылатын асқазан сөлін бөліп қана қоймайды. Сонымен қатар қанға глюкагон және инсулин гормондарын шығарады. Инсулиннің әсерімен ағзадағы барлық мүшелер мен тіндер глюкозаны белсенді түрде сіңіруінен қандағы қанттың мөлшері қалыпты жағдайда болады. Егер ұйқы безінің жұмысы бұзылса, адам өте қауіпті ауру қант диабетіне шалдығады. Егер қанның құрамында инсулин аз болса, қанның құрамындағы қанттың мөлшері көбейеді. Ондай жағдайда ағзаға инсулинді инъекциямен егеді. Ал қанның құрамында инсулин көбейіп кетсе, онда адам әлсізденіп, бас айналады, қол-аяғы тартылып, есінен танып қалады. Ол кезде қанға глюкоза жібереді. Ұйқы безінің қызметі екіге бөлінеді, яғни экзокриндік және эндокриндік функциялар болып екіге бөлінеді. Экзокриндік функция. Экзокриндік бездер бұл өз өнімдерін арна арқылы дененің бетіне немесе дененің басқа тіндеріне шығаратын бездер. Мысалы ретінде сілекей бездері, тер бездері және асқазан ішек бездері жатады. Экзокриндік без ретінде ұйқы безі асқазан ішек жолына өтетін асқозду ферменттерін шығарады. Бұл ферменттердің тиісті функциялары бар. Мысалы, майларды ыдырататын липаза ферменті белоктарды қорыту үшін хемотрипсин мен трипсин, ал көмірсуларды ыдырататын амилаза ферменті болып табылады. Эндокринді функция. Ішкі секреция бездері өз өнімдерін қанға жіберетін бездер болып табылады. Ұйқы безіндегі эндокриндік бездердің қызметі гормондар бөледі. Атап айтқанда инсулин мен глюкагон гормондары. Бұл гормондардың екеуі де қандағы глюкоза немесе қант деңгейін реттеуде маңызды рөл атқарады. Инсулин гормоны қандағы глюкозаны организмдегі әртүрлі ұлпаларға жеткізеді. Сондықтан оны энергия ретінде пайдалануға болады. Инсулин гормоны бауыр ішінде маңызды, өйткені ол бауырға глюкозаны сіңіріп, оны гликоген ретінде сақтайды. Гликоген организмге қосымша энергия қажет болған кезде энергия қоры ретінде пайдалы. Қандағы глюкоза тым төмен болған кезде глюкагон гормоны бауырдағы гликогенді глюкозаға дейін ыдыратады. Егер ұйқы безі зақымдалса, не болады? Сау ұйқы безі біз тамақтанған кезде ферменттер мен гормондарды қажетті мөлшерде және уақытында шығарады. Алайда ұйқы безінің бұзылуы асқозду ферменттерін оңтайлы түрде шығара алмайды. Сондықтан тағамның сіңуі де бұзылады. Ұйқы безінің бұзылуы кейбір қауіпті ауруларға әкелуі мүмкін. Ұйқы безінің бұзылуының немесе зақымдануының кейбір түрлері туралы айта кететін болсақ, бірінші және екінші типтегі қант диабеті. Екінші типті қант диабетінде организм инсулинді қажетіне сай қолданбайды және қандағы қант жоғарылайды. Сондай-ақ ұйқы безі организмнің қажеттіліктеріне сәйкес инсулинді шығару және босату қабілетін жоғалтады. Бірінші типті қант диабеті кезінде иммундық жүйе
инсулин шығаратын ұйқы безі жасушаларына шабуыл жасайды. Сондықтан бірінші типті қант диабеті бар науқастарға өмір бойы инсулин инъекциясы қажет болады. Панкреатит ауруы. Бұл аурудың негізгі себебі әлі белгісіз, бірақ өт тастарындағы проблема және алкогольдік ішімдіктерді ішу әдеттерінің бірі болуы мүмкін. Жедел және созылмалы панкреатит кезінде ұйқы безі өздігінен шығаратын асқорыту заттарының әсерінен қабынып зақымдалады. Панкреатит ұйқы безінде тіндердің өлуіне әкелуі мүмкін.